бізге Пернегүл ханым өзінің нәтижесімен бөлісейін деп тұр. Пернегүл ханым, неше жылдан бері сізде эпилепсия ұстайды? 30 жылдан бері ғой. 30 жылдан бері эпилепсиямен арасы? Иә. Енді асан өнімдерін ішкенде қандай болып отыр сізде? Жақсы, Құдайға шүкір. 30 жылдан бері үйден шықпаған едім. Қарағандан қорқып, эпилепсия ұстап қалады деп, судорога ұстап қалып жүр. Соны бір құдағиым осы жерде осындай компания Асан мырзаның өнімдері бар деп алып келген. Соны ішіп көріп, қазір жақсы болды. Айнаш ханым қазір менің спонсорым. Айнаш ханымның артынан тіркеліп, Құдайға шүкір осы кісінің айтқаныменен осы өнімдерді 7 өнім сразу алып іштім. Жақсы болып жатырмын. Үйден шықтым, главный. Қорқатын едім, қараңғыдан қорқатын едім. В общем, үйден шықпайтын, свет жағып қойып отыратын едім. Қанша рет ұстайтын еді? Қазір айына 3-4 рет ұстайтын еді. Қазір 2 рет ұстап жатыр, и то 1 рет. 1 рет, 2 рет. Кей айда 1 рет, кейде 2 рет ұстап жатыр. Бұрын апта сайын ұстайтын, аптасына 2 рет 3 рет ұстайтын. Эпилепсия. Өткен аптада осы жерген бездің алдын аптасына күнде ұстады ғой, апта. Сол кезде врачқа барғам, неге бүйтіп жатыр деп, көйіп кетті деп. Бұл кісілер де ойланып қалды. Бірінші қатты ойланып жүрсе деп, ешнәрсе ойланып жүрген жоқпын. Сол жиілеген соң осындай келіп, осы Асан мырзаның өнімдерін ішіп жақсы болып қалдым. Аллаға шүкір, иә? Аллаға шүкір, далаға шығып жатырмын, главный. Өзіңіз офисқа келіп кетіп жатсыз, иә? Иә, өзім офисқа келіп, жұмыс жасап, осы өнімдерді ішіп, настроением көтеріліп. Бірлән жауып деңіз. Иә, бірлән жауып, ауыр екен ұмытып кеттім. Аллаға мың да бір шүкір, иә? Ешқандай ауырым жоқ сияқты, осы жерден шықпайтын болдым. Бар денсаулығыңыз, тағы да басқа жерлеріңіз бар ма? Басқа жерім асқазаным ауыратын, бүйрегім ауыратын. Бұрын воспаление, бүйрегім біраз ішкен кезде солқ-солқ етіп тартты да кәдімгі. Әрең тартқандай ауырды, 2 бүйрегім қатты. Кейін жақсы болып қалды. Көзім де жақсы болып қалды. Асқазаным. Көзім де бұлдырап тұратын, жасауыра беретін, жасаға беретін көзіме. Ол да тоқтады. Асқазаным, Құдайға шүкір, аппетитім ашылды. Аппетитім жақсы болды, тамақ жақсы жедім. Самый главный, үйден қорықпай шығып жұмысқа келіп жатсыз, иә? Иә, Құдайға шүкір. Эпилепсияңыз айына 1 рет қана, 2 рет қана ұстап жатыр, иә? Иә. Судорогам сол жақсы. Қандай өнімдерді іштіңіз? Мен сол паразит, антивирус, дыхательныйды, кейін жүрек қан тамырларына арналған морской тоникті іштім. Шайды тоқтатты? Шайымыз бар. Шайды тоқтатты? Шайдан бастадым, иә. Шайды да қосып, сол 5 өнімді сразу алып іштім. Біраз уақыттан бері ішіп жатсыз уже, иә? Иә, біраз уақыт болды, уже 5-6 ай болды. Ішіп жатқаныңыз ба? Ішіп жатқаным жақсы. Аллаға шүкір, демалып ішіп жатсыз, иә? Иә. Енді Асан мырзаға рахмет, иә? Иә, Құдайға шүкір, осы өнім шығарған Асан мырзаға рахмет, енді Ұлқан Марда ханымға да рахмет. Осы өнімнің арқасында нан тауып, өзім жолгіре тауып, өзім жұмыс жасап жатырмын. 30 жылдан бері еңбектенбеген едім. Ауыр болып отырған адам, иә? Ауыр болып үйде отырған едім. Осы еңбектеніп, осы өнімдерді өзім ішіп, өзім жол берем, нан тауып жеп жатқаныма қуандым. Құдайға шүкір, жұмыс жасап жатырмын. Алла берсе, машина алайын деп жатыр Пернегүл ханым. Умраға жылқы барайын деп жатыр, иә? Денсаулық жақсарсын. Аллаға шүкір. Рахмет сізге, деніңіз сау болсын.